Бүгінгі тақырып нәпсіні тәрбиелеу. Нәпсі деген жалпы похоть және вожделение деп переводталады. Құранда былай деп айтылады: Аллаға қарсы келуден сақтаныңыздар. Шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңізден толық хабардар деп. Белгілі әулиелердің бірі былай деген: Аллаға ғибадат жасап, нәпсіңмен күрес. Аз ұйықта, аз сөйле. Аз ұйықтау ерікті күшейтеді, аз сөйлеу бәлені жояды. Аз тамақтану пендеге нәпсі құмарларын қиыншылықсыз жеңуге көмектеседі. Тамаққа әбден тою жүректі әлсіретіп, адамгершіліктен бездіреді. Аз тамақ жүректі нұрландырады. Әрдайым тоқ жүру пендені Алладан алыстатады. Лұқман хәкім айтады: ұлым, ұйқыда және тамақта шектен аспа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген: көп жеп, көп ішумен жүректеріңді өлтірмеңдер. Өйткені көп суғарылған өсімдік тамыры шіріп қурап қалғандай, жүректе көп жеп ішумен өледі екен.